Сәлеметсіңдер ме достар? Бүгінгі жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдік бөліктері деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сен өсімдік бөліктерімен танысасың. Өсімдік бөліктерінің қызметін түсінесің. Тұқымдардың қалай өнетінін білетін боласың. Экранға назар аударайық. Өсімдік тұқымнан өсіп өнеді. Біртіндеп сабағы, жапырағы, гүлі, жемісі пайда болады. Өсімдіктің мүшелері тамыр, сабақ, жапырақ, гүл және жеміс. Жемістің ішінде тұқымы болады. Өсімдіктер тірі ағзалар. Ендеше осы өсімдіктің бөліктері туралы бейнероликке назар аударайық. Ай мектеп. Дана, сен шөптердің тамырын қалдырып, сабағын ғана жұлып жатырсың ғой. Ал сіз қалай жұлып жатырсыз? Міне, шөпті тамырымен жұлу керек. Тамыр өсімдіктің жер астындағы бөлігі. Мынау сабағы, мынау жапырағы, ал мынау гүлі. Не себепті шөпті тамырымен жұлу керек? Себебі өсімдіктер тамыр арқылы топырақтан қорек пен ылғал алады. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар тамырына жиналады. Біз еккен сәбіздерге басқа өсімдіктер кедергі келтірмес үшін оларды жұлып тастап жатырмыз. Темірдің астында қалған өсімдіктердің сабағы неге сарғайып кеткен? Өсімдіктерге өсу үшін ылғал, қорек, ауа, жылу, жарық қажет. Өсімдіктердің жапырақтарында хлорофилл деген зат бар. Не дедіңіз? Хлорофилл. Өсімдік суды және ауадағы көмір қышқыл газын бойына сіңіреді. Хлорофилл оларды өсімдік үшін қорек болатын қант пен крахмалға айналдырады. Хлорофилл жасау үшін өсімдікке жарық керек. Егер ұзақ уақыт жарық түспесе, онда жапырақтарда хлорофилл түзілмейді. Сонда өсімдік солып, жапырақтары сарғайып кетеді. Өсімдіктер солып қалса не болады? Өсімдіктер солып өспейтін болса, жер бетінде тіршілік те болмайды. Неліктен? Себебі өсімдіктер ауадағы көмір қышқыл газын сіңіреді де оттегін бөліп шығарады. Барлық жан-жануарлар, адамдар оттегімен тыныс алатынын білесің. Түсінікті. Енді мына сәбіз де өспей солып қала ма? Жоқ, біз оны жауып қалған темірді алып тастадық. Енді олар бір-екі күнде жап-жасыл болып, қайта қалпына келеді. Қайталайық. Өсімдік мүшелері. Өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі болады. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар тамырына жиналады. Өсімдіктерге өсу үшін ылғал, қорек, ауа, жылу және жарық қажет. Өсімдік су мен ауадағы көмір қышқыл газын бойына сіңіреді. Жапырағындағы хлорофилл деген зат оларды өсімдік үшін қорек болатын қант пен крахмалға айналдырады. Егер өсімдіктер ауадағы көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп шығармаса, жер бетінде тіршілік болмайды. Балалар, сендер бейнероликтен байқағандай, өсімдіктің әр қайсысының
өзінің атқаратын қызметі болады. Өсімдіктің ең маңызды мүшесі тамыр болып саналады. Тамыр өсімдіктің топырақтағы бөлігі. Тамыр тереңге бойлай өседі. Өсімдікке су және қоректік заттарды тасиды. Әрі топыраққа бекітіп ұстап тұрады. Сабақ өсімдіктің маңызды мүшелерінің бірі. Сабақ өсімдік бөліктерін бір-бірімен жалғастырып тұрады. Тамырдың топырақтан сіңірген қорегін басқа бөліктерге жеткізеді. Сабақта гүлдер, бүршіктер бекиді. Жемістер пісіп жетіледі. Сабақтар түріне қарай қатты, иілгіш, жұмсақ болып келеді. Келесі бөлігі жапырақ. Жапырақ сабақ пен бұтақта орналасады. Өсімдік жапырақ арқылы тыныс алады. Жапырақтар көмірқышқыл газын жұтады да оттегін бөліп шығарады. Жапырақтар жер бетінен артық ылғалды буландырып, өсімдікті қатты ыстықтан сақтап тұрады. Жапырақтар пішіндеріне қарай әртүрлі болып келеді. Өсімдік бөліктерінің жұпар иісті әдемісі гүлдер. Гүл ашылғаннан кейін оның күлтелері түседі. Гүлдерден жеміс пен тұқым дамиды. Жеміс өсіп жетіледі. Оның ішінде тұқым болады. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Егер өсімдіктің сабағы мен тамырлары болмаса, не болар еді? Жарайсыңдар. Өсімдіктің әр бөлігінің атқаратын қызметіне қарай барлық бөлігі де маңызды болып саналады. Есімізде сақтаймыз. Өсімдіктің бөліктері тамыр, сабақ, гүл, жеміс және тұқым. Енді балалар, дұрыс емес ойыны арқылы ойымызды сергітейік. Өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі болады. Дұрыс. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар жапырағына жиналады. Дұрыс емес. Өсімдіктерге өсу үшін ылғал, қорек, ауа, жылу және жарық қажет. Дұрыс. Өсімдік су мен ауадағы оттегін бойына сіңіреді. Дұрыс емес. Өсімдік жапырағындағы хлорофилл деген зат су мен көмірқышқыл газын өсімдік үшін қорек болатын қант пен крахмалға айналдырады. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Керемет. Сендер өздеріңнің зерек екендеріңді көрсеттіңдер. Балалар, мына сұраққа жауап тауып көрейік. Тұқым қалай өнеді? Зерттеу жасап көрейік. Тұқым өну үшін су, ауа, жылу қажет. Су тұқымның өнуіне, бөртуіне қажет. Ауа өне бастаған тұқымның тыныс алуын күшейтеді. Тұқым қауызы жарылады да, өне бастаған тұқым көрінеді. Топырақ бетіне шыққан жас өсімдікті өскін деп атайды. Енді балалар, сендерге тапсырма. Осы нұсқау бойынша үй жағдайында тұқымды ыдысқа отырғызып көрейік. Жұмыс дәптерінде сендерге көрсетілгендей, 3-ші және 6-шы күндері байқаған өзгерістерінің суретін салыңдар. Достар, бүгінгі өсімдіктің бөліктері, олардың атқаратын қызметтері, өсімдіктің қалай өнетіні туралы мәліметтер сендерге ұнады ма? Сендерге қызықты сабақ болды деп ойлаймын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.